Бүгінгі сәби елдің ертеңгі тірегі. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай Шымкенттегі репродуктивті медицина институтында жасанды ұрықтандыру жолымен дүниеге келген балғын бүлдіршіндерді құттықтады. Бөбектерге арнап мерекелік кеш ұйымдастырып, түрлі сыйлықтар табыстады. Тәттілер, ән шашу, түрлі ойыншықтар мен шоу бағдарлама барлығы бүлдіршіндер үшін. Медициналық орталықтың қызметкерлері ешкімді ұмыт қалдырмады. Мекеме мамандарының көмегімен эко арқылы өмірге келген бөбектерді, осында ем алған ата-аналардың сәбилері де барлығы бірдей көңіл көтеріп, асыр салып ойнауда. Қазіргі таңда біздің Қазақстанымызда бұл Ирем клиникасының барлық өңірлерді филиалдары бар. Сондықтан үмітсіздікке түспеуіміз керек. Әрбір отбасы, әрбір әйел ана болуға лайықты. Перзент сүю керек. Сондықтан осы клиникаға келіп, емделіп, перзент сүюге сіздерді шақырамын. Келіңіздер. Ирем клиникасы Қазақстан бойынша 30 жылға жуық қызмет көрсетіп келеді. Ал оңтүстік өңірінде 2020 жылы наурыз айында есігін ашқан. Осы уақыт ішінде орталықта дәрігерлердің көмегімен денеден тыс ұрықтандыру арқылы 100-ден астам бала дүниеге келген. Орталықта эко бағдарламасы арқылы дүниеге келген балаларды өстіп біздің орталықта құттықтап, кішкене ғана сый-сияпат көрсетіп жатқанымыз. Былай айтқан кезде аңсаған сәби бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасында 1000 бала дүниеге келді осы күнге дейін. Соның қатарында біздің орталықта дүниеге келген балалар бар. Және айта кететін жағдай, бұл іс-шараның ең басты мақсаты бұл ешқашанда үміт үзбеу. Барлық ата-аналар өз балаларын алып келу арқылы осындай бір қуаныш енгізу біздің осы орталықта. Меруерт Момынова Қызылорда қаласының тұрғыны. 15 жыл бойы бала күткен ана ешқашан үмітін үзбегенін айтады. Клиникадағы мамандардың жәрдемдесуімен Меруерт жасанды ұрықтандыру, яғни эко арқылы сәби сүйген. Мен өз басым 2007 жылдан бері 15 жыл бала күттім, ешқашан үмітімді үзген жоқпын. Ең алғашқы клиникаға осы жерге келдім. Бірінші көрсеткіш емес, екінші көрсеткіште сертификат жеңіп алдық, жеңілдікпенен осындай жақсы марафонға қатыстық. Солай сертификат жеңу арқылы біз үмітімізді үзбей тағы да көрдік. Сол себептен шыдап, осындай үміт үзбей сіздерге бір шыдамдылық, ең бірінші сабыр, сондай ата-аналарға барлығы Алланың қолында. Екінші әрекет бізден, докторлардан. Ешқашан үміт үзбеу керектігін сіздерге айтамын. Медициналық мекемеде емделушілерге барлық жағдай жасалған. Олармен арнайы мамандар жұмыс істейді. Дәрігерлер тек әйелдерді ғана емес, сондай-ақ ер азаматтардың да бедеулігін емдеумен айналысады. Ақ халаттылар тек уақытылы келіп, емделіп және ең бастысы үмітті үзбеуге кеңес береді. Ерлі-зайыптылар бір жылдай дүниеге жүктілік бала алып келе алмайатса, жүктілік болмайатса, сондай пациенттер алдымен кеңеске келеді. Дәрігердің кеңесіне келеді. Ең бастапқы себебін анықтау керек. Әртүрлі зерттеу әдістерінен өтеді. Егер де себептері негізі сан әртүрлі болып жатады, егер де эко әдісі керек болса, сол эко әдісімен емдейміз. Егер де оперативті ем керек болса, оперативті еммен емдейміз. Егер де мысалы гормональды бұзылыстар болса, гормондарын реттеп барып көтертуге болады. Сондықтан әртүрлі жолдар арқылы емдеп көмектесуге тырысамыз. Клиникаға жиналған ата-аналар мен ел болашағы болатын балғын бөбектердің қуанышында шек жоқ. Түрлі тәттіден дәмі дейіп, ойын ойнап, сый-сияпаттарын арқалап қайтты. Ернұр Бөбиев, Әли Мәлік, Лола Розметова, жаңалықтар.